Переходим к представлению пары бойцов данного сражения. В синем углу клетки бойцу 24 года, его рост 170 сантиметров, официальный вес 61,2 килограмма. В его активе 3 победы и 1 ничья. Стиль в клетке ММА из Кыргызстана. Кутман Усупкужаев. В красном углу клетки его визави бойцу 23 года. Его рост 173 сантиметра. Официальный вес 61,2 килограмма. Его официальный рекорд 3 победы без поражения. Стиль в клетке ММА из Казахстана. Бакжанар Нурланбекулы. Ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Менің мұқиятын жақсы тыңдаймыз. Сәттілік. Кезекті проспекттердің жекпе-жегін тамашалаймыз. Кутман Усупкужаев, Первый раунд. Бакназар Нурланбекулы. Кутман Усупкужаев өте ірі денелі көрінеді. Қарсыласына қарағанда солақай қырғызстандық спортшы бірден ығыстыра бастады. Өте сенімді көрінеді. Давайте больше выжидательную позицию занял Бакжанар. О, на дистанции неплохо было. Хайкик. Дәл осындай жылдамдыққа дем қойын. Тейкдаун, отлично. Есть перевод. Қалай өтіп кетті, қазір қараңыздар. Же пытается боковой контроль пройти гард. Нурланбекулы. Ой-ой-ой-ой-ой, пытался выйти. Мойындыға қараңыздар. Жоқ, мына жерде қылқындыру әдісі жоқ. Көп күш салып қойуға да болмайды әрине. Нурланбекулы бапкерлерді айтып отыр, күш салма деп. Жақсылап міне енді салып жатқан сияқты. Оу! Болмады. Не хватило, конечно же, здесь захвата. Было пространство между охватом и шеей у Усупкужаева, Кутмана. Қарсыластың астына түсіп гильотина жасайым деу бұл тәуекел. Әрине, бұл жолы тәуекел ақталмады. Нурланбекулы қарсыластың астында енді қорғануға мәжбүр. Ох, здесь локоть был точный. Усупкужаева, Кутмана. Пытается атаковать. Болмады. Усупкужаев әрине қазір мысын басып тастауға тырысады. Дәл осы сәттерде. Қарсыласының тамаша. Усупкужаев Активен вот снизу. Әлі де Бакжанар. ұтымды бір шабуыл жасайтын сәт таба алмай жүр. Міне жауырын жерге тиіп жатса да Бакназар белсенді. Выйти на армбар. Мазасын қашырды әбден қарсыласының. Усупкужаев қазір тек қана қарсыласты осылай басып отыруға мәжбүр болды. Бұл міндет түрде жеңіс береді деген сөз емес. Бұндай қарсыласты тек жай ғана үстен ұстап отыру. Әлі де гард позициясы. Шығарғысы келмейді бұл тұстан. Продолжает атаковать. Но здесь стоит отметить, что Бакназар
снизу каждый раз пытается найти все-таки возможность для своего сабмишн. Снова, так понимаю, готовит либо удушающий треугольник, либо рычаг локтя. О, тоже неплохо, но Қалай тезгір, да? нежданул, Иә. если можно вообще назвать этот сабмишн нежданчиком. Можно ли вообще неждануть сабмишн, а? Бывает такое? Болады, әбден болады. Біз жоғарыда міне бастаған сөзімізді ары қарай тарқататын болсақ, ММА-дің эволюциясының бір кесірі де осы шығар, иә, кейде осындай жекпе-жектер таза бір қарсыласты ұстап алып, жатып алатын жекпе-жектерді көп көре бастадық. Жас енді ғана жолдарын бастап жатқан жігіттер тіпті осындай деңгейге шығып отыр. Ну, я думаю, что это синдром непобежденного бойца с ноликом. Только лишь начинаешь свою карьеру, а уже за этот нолик держишься. Тағы да салып көреді армбарға. Субходжаев негізінен қарсылас тек қана партерде ұстап қалумен әлек. Міне. Алай дегенмен қабағын жарып үлгерді қарсыласының. Тамаша. Сын көрсетуді жалғастырады әрине. О, міне жақсы кірді және жоқ, бұл жерде аяққа жасай алмайды. Последние секунды первого раунда. Сечение, да, открылось, кажется, у Иә. Акжанара. Шынтақпен тиген соққылардың бірі болуы керек. Субходжаев ыңғайлы бір тактиканы тапқан сияқты. О, навстречу здесь пропустил. Әрі сенімді көрінеді. Нұрланбекұлы. Бұл жолы күрестен аулақ болуға тырысады. Тамаша, бірақ Отлично, но здесь накрыл сверху. бірінші раундтағы да, е? Қайталап көрді тағы да. Сам уже атакует. Орғаны алды. Неужели снова попытка? Гильотины? Нет. Через руку пытается провести удушающий. Не самая удачная позиция для этого удушающего приема. Болмайды. Ұстап қала алмады. Бұл жерде шынымен де күші жетпей жатқаны көрініп тұр. Сәл ірі денелі көрінеді Нұрланбекұлы. Ну, здесь нужно отметить, что Бахназаров все три поединка провел в 57 килограмм. Это не его весовая категория. Иә, оған қоса салмақ жасай алмаған. Енді барлық орнына келіп отыр, енді түсініп отырмыз. Субходжаев таразда тиісті салмақты көрсете алмаған. Сондықтан сол себепті де бекерден бекер бізге қарсыласынан ірі болып көрініп тұрған жоқ. Ну, сейчас это очень серьезная проблема с провалом взвешивания, скажем так. Только, кажется, в нашем пространстве, в некоторых лигах отдельных, в азиатских, по крайней мере, я уж точно знаю, дают желтую карточку и минус 1 балл. В других же азиатских лигах такой нет привилегий. Барынша қазір сол әдетіне басады әрине Субходжаев. Бахназарды дәл осы күшпен басып отырса, басып отырудан басқа амал жоқ екенін біледі. Противник здесь Кутман. Тамаша. Қорғанысты бұзып өтіпті фул маунт қазір. Оказывается. 4 балла забрал, да, с этой? Бұл ережеге байланысты әрине. Енді нағыз қауіп төндіретін позиция. Кутман нені күтіп жатыр? О, повернулся здесь спиной, пытается выйти, я так понял, на РНС, да, Кутман? Субходжаев. Нет. О, болмады. Жақсы позиция ала тұрып, Кутман Субходжаев әлде қауіп төндіре алмай жатыр бұл жерден.
Меньше 2 минут до окончания второго раунда остается. иә міне тапта бір позиция, бірақ әлі де бір еліктіретіндей шабуыл жоқ. Қараңызшы, тіпті міне бэкмаунт беріп отыр қазір Нұрланбекұлы. Міне осы жерден қауіп төндіру керек қой. Болмады. Халгард. Да, не получается такое затяжное, активное добивание у Субхуджаева. Хотя позиция на самом деле была удобная для этого. В бэкмаунте был Кутман. И сейчас можно у сетки октагона провести добивание. Возможность досрочить своего оппонента, мне кажется, шансы высокие. «40 секунд до окончания тем временем». иә, сол үйреншікті позицияға қайтып келдік. Тағы да гард, тағы да Усупходжаевтың тарапынан ұпай түгендеу. Тіпті мүмкіншілік болып жатса да қатты тәуекел етуге ниеті жоқ екенін көріп отырмыз. Ал Нұрланбекұлы әбден шаршаған сияқты. Қарсыласының қысымына төтеп беремін деп, қазір міне терең тыныс алып жатқанын көріп отырмыз. Соңғы секундтар. иә, 4 жекпе-жектің біз тамашалаған осы уақытқа дейін міне екіншісінде деуге болатын шығар. Справа здесь отлично. Күреседі, әрине күреседі. Ай-яй-яй-яй-яй. Мынадай күйде гильотина жасай алмайды, әрине. Қайта-қайта гильотинаға бас салудың қажеті қанша. иә, сол үйреншікті сценарий. Тағы да гард, тағы да Субходжаев қарсыласының үстінде жатып уақыт созатын болды. Алдағы 5 минутта біз сондай бір керемет экшн көрмейміз деп болжам жасап көрейін. Міне жай ғана қарсылас ұстау болды. Ал жанкүйерге экшн, эмоция керек. Бұндай жекпе-жектерден көптің бірі болып қала береді спортшылар. Ол шындық. Ащы шындық дейсің ба? иә, ащы болса да шындық. Бұндай жекпе-жектерді қалың жанкүйер үшін қарау қиынға түседі. Бұған дейін біз Камал Сабуров пен Дәурен Жақпек арасында дәл осындай жекпе-жек тамашалап едік. Мен бұны неге қайта-қайта айтып отырмын, өйткені бұндай жекпе-жектердің үлесі көбейді. Міне. Осы керек бізге. Мерзімнен бұрын жеңіске жетудің жолдарын іздеу керек. Айқын басымдылықпен шоу жасап ұтамын деген жігіттер керек. В Лиге Октагон необходимо ввести мораторий по одному тейкдауну за раунд. В каждом раунде только лишь один тейкдаун. Все. Күресудің амалын іздейді, әрине. Субходжаев, тамаша. Коленом здесь добавил. Міне, аяқты басып. Менің сөздерімді естігендей сияқты, иә, Субходжаев. Тамаша. Нет, показалось. Тейкдаун бар. На данном этапе мы с вами посмотрели 4 поединка. Из 4 поединков прилимов. Какой поединок ты больше всего запомнил? Это первый бой, правильно? Один Монголия. Ең бірінші, иә. Резкий быстрый старт, 2 проспекта, которые провели по несколько боев. По 2, по 3 боя провели они. Зато запомнились. Теперь же вот прилимы сейчас завершатся, и кого ты вспомнишь? Вряд ли блистательную победу решением судей. иә, бірнеше секундқа үміт сәулесі пайда болып еді. Міне бірден тағы да күрес. Тағы да сол гард позициясындағы қысым көрсетуді тамашалайтын түріміз бар. И дело не в том, что кто-то из спортсменов, вот у него такой стиль. Проблема в том, что никто из спортсменов, который делает такой стиль, не пытается удосрочить в партере. То есть для чего вы переводите в партер, проводите тейкдауны и занимаете доминирующие позиции, начинаете работать граунд-паунд? Для того, чтобы своего оппонента финишировать, правильно?
закончить бой досрочно, сделать TKO. иә, қарсыласын қазір торға тіреп раундтың соңына дейін ұстауға тырысады түсінуімше. Субхуджаев. Пытается свипануть, но тем временем отталкивается от сетки октагона. Бақжанар Нұрланбекұлы. Иә, бұл жекпе-жекте ешқандай өзгеріс болмайды ары қарай. Бізге енді сіздермен бірге раундтың аяқталғанын күту ғана қалды. Минута остается ровно. Я не думаю, что произойдет какое-то чудо. Скорее всего, негласным решением судей. Победу в этом поединке одержит Кутман Субхуджаев. Но время еще есть. Может быть, Нурламбекулы Бақжанар может снизу проведет какой-то сабмишн, который сможет принести ему победу. Но, блин, в этом очень сложно поверить мне на самом деле. Предпосылок не было. Особенно в конце третьего раунда вряд ли такое что-то произойдет. О, здесь даже, кажется, сам может проиграть досрочно. Бақжанар. Болмады. Өзінен асыра лақтырмақшы болды бұл тұста. Жекпе-жек аяқталды. Данный поединок продлился всю дистанцию по итогам 3 раундов. Единогласным решением судей победу одержал Кутман